Бұл жеке ақпараттар патшалығы. Мұнда ерекше кейіпкерлер өмір сүреді. Олар сен туралы бәрін біледі, бірақ оларды бәрімен бөлісуге болмайды. Сәлем, мен Есімжан. Менің атымды бәрі білсін деймін. Тіпті онлайн ойындарда да атымды толық жазамын. Тоқта, Есімжан. Сенің атың маңызды ақпарат. Оны тек сенімді ортада ғана айту керек. Бірде чатта жаңа дос таптым. Нөмірімді жазып жібердім. Қазір күнде бейтаныс адамдар хабарласады. Телефон нөмірің сенің байланыс кілтің. Оны тек ата-анаң рұқсат етсе ғана бөлісуге болады. Мен ең құпия дирекпін. Мені білген адам банкте, ойындарда сені алдай алады. Дұрыс айтасың, Шән. Сені тек ата-анаң немесе мұғалімің білуі керек. Мен мекенжайымын. Үйімнің мекенжайын бір балаға айттым. Артынша бізге біреу қоңырау шалды. Үй қауіпсіз мекен. Оның мекенжайын ешкімге таратпа. Мен суретаймын. Өзімнің селфимді желіге салған едім. Біреу суретімді көшіріп алып, жаман сөздер жазыпты. Суреттер сенің бейнең, жариялар алдында ойланып, кім көретінін ойла. Сендер бәріңде өте маңыздысыңдар, бірақ өздеріңді қорғау үшін ережелерді сақтау қажет. Жеке ақпаратың сенің қазынаң. Қорғай біл, батыр бол.